Баяғы бір заманда шал мен кемпір болыпты. Олардың бақшасы бар екен. Бірде шалхан отырғызады. Шалхан үлкен болып өседі. Бір күні шалханды жерден суырып алмақшы болады. Ары тартады, бері тартады, бірақ шалханды шығара алмайды. Шал көмекке кемпірін шақырады. Кемпір шалдан, шал шалханнан ұстап, ары тартады, бері тартады, бірақ орнынан қозғалта алмайды. Кемпір көмекке немере қызын шақырады. Немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалханнан ұстап, ары тартады, бері тартады, тағы да суырып шығара алмайды. Немере қызы итін шақырады. Ит қыздың етегінен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалханнан ұстап, ары тартады, бері тартады. Шалханды суыра алмайды. Енді ит көмекке мысықты шақырады. Мысық иттің құйрығынан, ит қыздың етегінен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалханнан ұстап, ары жұлқиды, бері жұлқиды. Шалхан шықпайды. Мысық болса тышқанды шақырады. Тышқан келіп, мысықтың құйрығынан, мысық иттен, ит немересінен, немересінің етегінен, қыз кемпірден, кемпір шалдан,